Кадірлі достар, мына менің қолда Шахри Қазан газетасы. Шоша газетаның редакциясында мен 31 ел қызмет қоям екенімді. Федерал өзектен шыңлы хабарлар келіп еріштәді. Келесі елда, 2027 елда Федерал өзектен газетті журналарға жазылу бәйесі 60-70%-қа артырған кейін. Бұл бек зор сан Россияда дәулеттігі аларға енді почта қызметлері үшін берілетін күштер тұрған ақшаны беріп тоқтатырға есептелер. Егер де Шахри Қазан келесі жылда 64%-қа артса, бұл 2000-ге жақын болады деген сөз газетаға жазылу бәйесі. Бүгінде енді ауыл халқы көбірек біздің жаздыра енді 2 яштағылар аларың бетінде пенсиялар әлдәнәсе жоқ түгел, мақтандырып түгел. Шуңа көре біздің қорқыныш астында Шахри Қазан һәм башқа қатар басмалары юққа шығу, ябылу ихтималында қала қазір. Бұл бик борчулы хәл. Татарстан үзегенә бұл йөкне күтәреп чыга алмас дип шикләнәм мин. Әгәр дә федераль үзәктән ярдәм булмаса почта тарату эшләренә, без бик авыр хәлдә калачакбыз. Матбугат бик инде ул кулла тотып, рәхәтләнеп укый торган, җылылык хисе килеп тора торган әйберлек инде ул. Китап, газета, журнал, теге компьютер белән генә карау бит инде ул компьютер инде ул үзенә бер уңайлык. Электр сүнсә яки башка сәбәпләр аркасында бөтен мәгълүмат юкка чыкты дигән сүз. Бер нәрсә калмый дигән сүз. Ә бу ташка язылган әйбер. Шуңа күрә депутатлар һәм сентябрьдә узачак сайлауларда Дәүләт Думасы депутатлары бу мәсьәләгә кайтырлар дип уйлыйм, өметләнәм, ышанам. Газетларны таратуда ярдәм күрсәтергә кирәк һәм сакларга кирәк.